Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін біз адай күйін үйренеміз. Кеттік. Төмен жоғары қаққан сайын ашып отырасыздар. Сосын ашасыздар. Жоғары. Тағы да. Осылай екі рет. Кейін бірді ұстайсыздар да төмен қағып, сосын жоғары үш рет қағасыздар. Үшінде ашып қаламыз. Осының қыстаймыз ғана толық қана. Жасадық, иә. Одан кейін екінші қайталаймыз. Екінші қайталап келгенде соңында ашпайсыздар, соңында үсті бірінші перне жабылады, керісінше. Осылай болады міне. Әрі қарай екінші саусақпен мына екінші перне ұстайсыздар, төмен. Сосын бас бармақпен бірінші перне жоғары кетеді. Сосын қайрадан екі. Осы жеріміз тез ойналады. Осылай болады. Төмен, жоғары, төмен. Кейін бас бармақпен бірінші пернені ұстап, жоғары екі рет қағасыздар. Осылай болады. Қосамыз. Осылай болады. Кейін үсті ашылады. Төмен қағасыздар бір рет. Сосын үш рет жоғары. Үшінші жоғары қаққан кезде үстіңгі мына жабылады, сонда болады. Осылай болады сонда. Мына осы жерге дейін бекітейік қане, мынадан бастап. Осы отдельно үйрендік, одан кейін жаңағы. Жасадық, е. Кейін дәл солай қайталайсыздар, та-та-таны кетеді, қайталады. Осы қайталанады, сосын мына қайталанады, үсті жіберіледі. Ештеңені баспайсыздар. Осы жерге дейін біздің адай күйінің алғашқы баспалдағы ойналып бітеді, е? Жасалды. Әрі қарай кеттік. Алдыға барасыздар, перне. Параллельно ұстаймыз. Астынан екінші саусақ, үстінен бас бармақ. Төмен қағасыздар. Кейін бірінші саусақпен төртті ұстайсыздар. Жоғары кетеді. Одан кейін екінші саусақ қайрадан алты. Осылай болады. Төмен, жоғары, төмен. Кейін осы алтыда жоғары екі рет қағасыздар. Одан кейін астыңғы алты ұстайсыздар, үстіңгі бас бармақпен төрт ұстайсыздар, төмен қағасыздар. Одан кейін мына екінші саусақпен екінші перне жоғары кетеді. Одан кейін екінші пернені параллельно ұстайсыздар, оған да жоғары. Соңында бірінші пернені ұстайсыздар жалғыз астына. Бұл да жоғары кетеді. Сонда қосқанда осы жерге дейін бұлай болады, надамады. Осылай болады, е? Осы жерге де бастап, мынадан бастап қосайық қана, үйренген жерімізден, е? Осылай болды, е? Осы үйренген жеріміз бізде екі рет ойналады. Ойналады. Әрі қарай ұстаймыз. Алтыншы пернені дәл солай ойналады. Төмен, жоғары, төмен. Бірақ мұнда бар да бағана, оның орнына осы алты тұрасыздар. Төмен, жоғары, төмен қағылады. Кейін астыңғы соңғы саусақпен 8-ді ұстайсыздар. Жоғары екі рет. Одан кейін 4 ұстайсыздар астынан. Үсті 6-да қала береді. Төмен. Одан кейін бірге барасыздар жоғары. Кейін 2-ні ұстайсыздар параллельно жоғары. Қайдан бір. Бұлай болды сонда, е? Осылай болады. Бәрін қосқанда. Әрі қарай 4 ұстаймыз. Параллельно. Бұған да төмен, жоғары, төмен кетеді. Одан кейін 6-ны параллельно ұстайсыздар. Яғни астынан соңғы саусақ, үстінен 3-ші саусақты ұстайсыздар. Бұған қағыс жоғары кетеді, 2 рет. Осылай болады. Сосын бірінші пернеге қайтып келеміз да. Төмен, жоғары, жоғары, жоғары. Соңында
соңғы жоғарысына ашып қаласыздар мынаны. Ашып қаламыз да қайтадан басындағысы несі ойналады. Осы жер ойналады сосын. Міне осы жерге дейін бекітейік мынадан бастап. Үйренген жерімізді. Екі ойналады, одан кейін ашып қаламыз да. Бас бармақ кетеді. Жасалды. Әрі қарай 4 тұстаймыз, үстінен 6. Төмен қаластыр. Одан кейін 6 тұстайсыздар астынан. Жоғары кетеді. Әрі қарай астынан 8 кетеді. Бұған қағыс алма кезек кетеді. Төмен, жоғары, төмен. Кейін осы 8-де тұрып, төмен жоғары 2 рет қағастыр. Қақтық, сосын осы 8-де тағы да төмен бір қағамыз. Одан кейін 6 жоғары, кейін 8 жоғары, 4 жоғары. Қосқанда осылай болады. Енді осы жерге дейін бекітсек, осылай болады. Кейін келесі 6-дан басталады. Төмен қағастыр. 8 кетеді жоғары. Сосын 9 жоғары. Төмен. Осылай болады. Алма кезек. Кейін 9-да тұрып тағы да жоғары бір қағастыр. 8-ге бар жоғары қағастыр. Қосқанда сосын 6-ға барастыр. Төмен 2 рет, төмен жоғары қағамыз. Осылай төмен жоғары. Сосын 8 ұстаймыз да жоғары, 4 жоғары. Қосқанда, мынадан бастап қосқанда. Осылай болады. Енді осы жерге дейін бекітейік. Жасалды. Әрі қарай мынаны ұстаймыз. 8 и 9. Төмен, сосын 8, үстіне 9. Төмен, одан кейін 9 ұстайсыздар. Жоғары, 11 ұстайсыздар жоғары. 9 ұстайсыздар. Сосын қараңыздар, внимательно, мұқтап. 8 мен 9-ды қайтып ұстайсыздар, 9 жоғары, төмен қағастыр. Сосын 8-ді параллель ұстаймыз. Жоғары, сосын 8, үсті 6. Жоғары, үсті, асты 4. Осылай болады. Сонда бұлай болады. Қосқанда барлығын. Одан кейін мына жер тағы ойналады. Бағана жер үйренген жері. Осыдан кейін қайтып мынау кезде қайталанады. Тағы да қайталанады. Қайталанады. Сосын бағанағы екінші жерді үйрендік қой, сол ойналады. Одан кейін мынандай жер бар міне. 6 төмен, сосын асты 9-ға барады, жоғары, сосын 8 2 рет. Осы ғана айырмашылық бар. Одан кейін осылай қайталанады. Сосын осыдан кейін сағасы кетеді. Бітті достар, қысқа нұсқа. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше, келесі сабақ уже сағасынан басталады. Ассаламу алейкум.